Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін өте дәмді, ерекше үйдегі бар заттармен жасалынатын тағамның рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Жылы суға тұзды салып, жақсылап араластырамыз. Ұнға жаңағы жылы суды бөліп қосып, қамыр илейміз. Қажетті заттардың мөлшері описание бөлімінде тұрады. Қамыр қатты емес, жұмсақ та емес, орташа консистенцияда болуы керек. Бетін жауып, немесе салафанға салып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Арасында қақпағын ашып, осылай басып, иін қандырып отырамыз. 2 рет жасасаңыздар жеткілікті. Қатты қызып тұрған табаға сұйық май құйып, майдалап туралған етті салып, араластырып отырып, қуырамыз шамамен 5-7 минуттай суы тартылғанша. Еттің суы тартылды, майдалап туралған сарымсақ пен пиязды салып, орташа отта араластырып отырып, қуырамыз. Майдалап 4 бұрышты етіп туралған сәбіз бен картопты және де помидорды салып, орташа отта араластырып отырып қуырамыз. Кішкене тұз және де қара бұрыш, томат салып, жақсылап қуырамыз. Томат салған соң міндетті түрде қуыру керек. Шамамен 5 минуттай. Егер де қуырмасаңыздар, онда томаттың қышқыл дәмі шығып тұрады. Қайнаған ыстық суды құйып, тағы да араластырамыз. Судың мөлшері видеода көрсетілгендей, подливті кішкене ғана жауып тұру керек. Қақпағын жауып, баяу отта шамамен 40 минуттай пісіреміз. Арасында қақпағын ашып, араластырып, және де дәмін көріп отырамыз. Қамырдың иығанып күшті болып тұр екен. Енді қамырды жұқа етіп жаямыз. Ол үшін видеода көрсетілгендей етіп, кішкене жұқалап жайып аламыз қолмен. Қамырды оқтаумен жұқа етіп жайып аласыздар. Мен оқтаумен емес, лапшаресканың жалпақ жағынан өткізе салдым. Солай өзіме ыңғайлы мен бешбармаққа да, пельмень, манты, барлығын осы лапшарескамен өткізе саламын. Кімде үйінде лапшареска бар, сіздерге лайфхак. Қамырды лапшарескадан өткізгенде алдымен 0-ға қойып өткізесіздер, одан кейін 3-ке, одан кейін 5-ке деген сияқты солай біртіндеп жұқартып отырасыздар. Қамырдың жұқалығын өздеріңіз солай анықтайсыздар. Қамыр күшті біркелкі болып жайылды, енді 4 бұрышты етіп кесеміз. Мантываркаға майды жағып, біртіндеп осылай қамырды қойып шығамыз, арасына ерітілген сұйық майды жағамыз. Менде мантыварканың 3 листі толды. Мантыварканың қазанына бірден ыстық қайнаған суды құйып, қатты отта қайнатамыз. Қайнап жатқан қазанға мантыварканың листтарын қойып, қақпағын жауып 30 минуттай пісіреміз. Міне достар, өте дәмді, ерекше тағамымыз дайын болды. Қамырын мантываркаға арасына май жағып пісіргендіктен сондай өте дәмді болып шығады.
Менің рецептіммен жасап жақындарыңызды қуантыңыздар. Сіздерге ас болсын. Сіздермен болған Назым. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Көп рахмет.